Әйел өз алдына жеке тұлға, сонымен қатар әйел адам бала тәрбиесінде әйел адамдардың үлесі зор болғандықтан және үнемі үйде бала тәрбиесімен әйел адам шұғылданатындықтан әйел адамды қоғамның жаршысы дейміз. Яғни балаға ең бірінші жаңағыдай Аллах тағаланы танытатын, оған Құранды үйрететін оның анасы. Сол себепті әйел адам білім алуға, ақыреттік білім алуға өте көп күш жұмсауы қажет. Пайғамбарымыздан жеткен хадисте ілімнің жарысын осыдан алыңдар деп Айша анамызды нұсқағаны жеткізіледі. Яғни ілімнің жарысы Айша анамызда екені осы жерден аңғарсақ болады. Сонымен қатар сахабаларымыз да пайғамбарымыз өмірден өткеннен кейін басқа түрлі діни мәселелерде Айша анамызбен санасатын болған. Және көптеген хадистердің өзі Айша анамыздан жеткен. Сонымен қатар пайғамбарымыздың қасында жүрген әйелдерінен қандай да бір нәрсе жеткізілген болса, оған ешқандай күмән келтірілмеген. Өйткені ол кісілер пайғамбарымызбен үнемі бірге болған, бірге жүргендіктен ол кісілердің сөзі күмәнсіз дәлел ретінде алынатын болған. Яғни адам білім алу арқылы ақыретіне есепсіз, сансыз сауаптарды дайындай бастайды. Яғни соның бір жолы біз баламызға Аллах тағаланы танытуымыз қажет, және баламызға Құранды үйретуіміз қажет. Яғни біз өмірден өткеннен кейін бала шағамыз бізге Құран бағыштап, біздің артымыздан дұға қылып тұру арқылы біз ақыретімізде осындай сауаптар бізге келіп тұрады.